Құттымбеттің 5 баласы болған. Құдайберді хан келді, жыл келді, Наурызбай қожағұл. 1723 қоян жылы көктемде Сеуанрабдан қазақ жеріне басып кіріп, ел шетінде отырған албан, суан тайпаларын аяусыз қырғынға ұшыратты. Суандарды мұқыр доланғара, албандарды Нор Ағанис деген қалмақтар қанға қыстады. Албанның Малай Қыстақ батыры Қулық тауының етегінде Кеген өзенінің бойында мерт болса, Малайсары батыры Іле өзенінің оң жағауында Кербұлақ деген жерде опат болды. Малайсары өлген Малайсары жотасы маңында болған шайқаста Наурызбайдың хан келді, жыл келді ағалары да мерт болады. Ал оның ең үлкен ағасы Құдайбергенді де солары да Қалмақтың Доланғара деген батыр өлтіреді. Үш бірдей ағасын қалмақ өлтірген адамның қалмақтарға қандай ниетпен қарайтынын айтпай-ақ түсіну қиын емес. Содан болар Наурызбай ұрысқа ерте араласады. Наурызбайдың әкесі Құттымбет дәулетті адам болыпты. Жас күнде баласына 2 торала құлынды бәсір етіп береді. Сол 2 торала атты Наурызбай 18 жыл мініп соғысады. Кезінде Наурызбайға Бұқар бабамыз өз бағасын берген екен. Наурызбайды көрген жан, мен де осындай болсам деп, іші удай ашырды. Таудай Наурыз батырың егескен жауын қашырды. Алдына келген торғауыт аяғына бас ұрды. Жалынды оған жал барды, иегіне асылды. Сыртанға сырт беріп, қарсы алып қалмақ тасырды. Алат мінген Наурызбай алапатын асырды, депті жырау бабамыз. Сөйтіп Наурызбай Ақтабан шұбырының алғашы күні-ақ алатына мінген. Қасқары батырдың жүзбасы болып соғысады. Қазақ жеңілген Малайсары маңындағы қырғынға қатысып, бауырларынан айырылыпты. Одан кейін Қопа бойындағы Алатау бауырайында шегіне соғысудың бәрін көзімен көреді. Әбілқайыр басшылық жасаған қалмақ қырылған жеңісінде, 1729 жылғы Ұзынбұлақ шайқасы мен Аңырақай жеңісінде көрді. Ол кезде ұлы жүз қолының қолбасы Қазыбек бек Туасарұлы болатын. Ауыл аралас, қойы құрылас өскен Қазыбек би Аңырақай шайқас өткен соң, өткен жылы 37-ге аяқ басқан адам екен. Ол да өз батырлығын бағалай білетін адам емес пе? Алда әлі қыруар шайқас күтіп тұрғанын болжай білген ол, қолбасшылыққа Наурызбайдың өте лайық екенін әрі бағалаған, әрі мойындаған. Өзі ұсынысын батырлар кеңесіне салғанда, бәрі бір ауыздан Наурызбайдың ұлы жүз қолын басқаруына дауыс береді. Оның өте көреген болған тарих өзі дәлелдеді. Наурызбайдың аты Қабанбай, Бөгенбай бабаларымызбен қатар аталатын әйгілі батырлардың біріне айналды. Наурызбай қолбасы болып сайланған жер Қозыбасы деп аталады. Дегерестің астына барып алғаш шатырын тіккен жер Бас батыр деп аталады. Бәрі бұл күнде Алматы облысының Жамбыл ауданына қарайды. Бәрі тарихи жерлер. Аңырақай шайқасында үлкен жеңіліске ұшыраған қалмақтар 2 бөлініп қашады. Бірі Іленің оң жағына, бірі сол жағына. Оң жақтағысын Бөгенбай қуып кетеді қолымен. Сол жағына 3 Алматы. Наурызбай қолы Алматыға қарай қозғалады. Алматыға қарай ығысқан қалмақтың бас батыры әрі қолбасшысы Қаскөлең деген батыр екен. Ол осы қазақ ішінде туып өскен қалмақ. Ерте кезде аталары қазақ-қалмақ соғысында қолға түсіп, судан әуелді кезде Торылғыр тауының маңында болып, кейін осы араға келген қалмақ Қарен дегеннің баласы. Қазақ балалармен бірге асық ойнап ат мініп өскен. Енді жау болып қазаққа қарсы қол басқарып отыр. Оны естіген қазақтардың қаны неге қайнамасын? Наурызбай жекпе-жекке 90 жігітті дайындайды. Ол кездің ұрыс заңы бойынша алғашқы жекпе-жекке қарсы жақтың қолбасшысы шықса ғана оған қарсы жақтың қолбасшысы шығады. Олай болмаса, әр жекпе-жекке кім шығатын, әр жақтың өз қолбасшысы өзі ұйғарады. Ол кезде Наурызбай 21 жаста. Әрі жас, әрі жауға белгісіз. Адағы әлі шықпаған қатардағы батырлардың бірі болған. Сондықтан Наурызбай жайында Қаскелеңнің мағлұматы онша болмаған. Наурызбай Қаскелеңге қарсы Үлкәр Жәрік соғысын ашуды ұйғарады.
Бұл соғыстың жағдайын Махмұд Қашқари түрік сөздігінде 11 ғасырда өзі түсіндіріп кеткен болатын. Ол соғысты ашқан адам ешқашан жеңілмейді деген анықтама берген. Бірінші жекпе-жекке Қаскелеңнің өзі шығады. Жай шықпайды, әскерінің алдында шығып, арлы-берлі шолаң ұрып, атой салып шығады. Ұрысты Қаскелеңнің өзі бастайды деген қазақтар күтпеген еді. Бірақ қолбасыға қарсы қолбасы ғана шығатын заң болғандықтан ортаға Алат мен Наурызбайдың өзі шығады. Алаттың үстінде шоқтай болып отырған қазақ батырын көргенде Қаскелеңнің іші қылп ете қалған болу керек. Қыбыжықтап қайтадан атының басын кері бұрып, әскерінің ішіне еніп кетердей болады. Бірақ әскері жігер беріп шулап тұрып алады. Қаскелең Наурызбайға қарсы құйғыта шабады. Дегенде ес білдірмей ұрып жығам деген болу керек. Наурызбай жалпы жекпе-жекте додар-ұстыда амал айла жасаудан гөрі күш көрсетуді, күшін пайдалануды басты мақсат қылатын батыр болған. Турасын айтқанда күшіне сенген батыр болған. Ол Қаскелеңнің найза сілтеуін әдейі күтіп тұрады да, найзасын сілтеген кезде қос қолдап найзасының басын ұстай алады. Қаскелең найзасын нығарлап итерген кезде өзіне қарай тартып қалады. Қаскелең екпенімен атының жалын құшып қалады. Сол кезде Наурызбай ерінің басында тұрған шоқпарын алады да, шүйкеден бір періп, Қаскелеңдің басын мылша қылады. Қаскелең екі бүкте өтіліп атынан құлайды. Ботамай деген әкесі Қареннің даусы шығады. Наурызбай сақман деп қазақтар өз батырына дем береді. Қас қағым сәтте жекпе-жек жеңіспен аяқталады. Қалмақтар лап қойып Наурызбайды қоршайды. Ол шоқпарын оңды-солды сілтеп, біраз қалмақты тағы атынан аударып түсіреді. Соны көрген Албан Хангелді батыр Бақтияр деп ұрандап тұра шабады. Қазақтар жауға лап қояды. Бұл жеңіс сөз жоқ Наурызбайға үлкен бедел әкелді. Бұған дейін қатардағы жүзбасының бірі болып жүрген, ешқашан жекпе-жекке шықпаған жас батыр бірден бас батыр атағына ие болады. 3,5 мың адамнан айырылған қалмақтар алды-артына қарамай қашады. Наурызбайдың қолы үлкәр жәрік соғысын салып жеңіске жетеді. Қашқан қалмақтар құйғанға барып тығылып, сондағы Шамалдың қолына қосылады. Енді Наурызбай Шамалдың көзін құртпайынша қалмақтан бұл араны тазарта алмайтынын біліп, оны бір жола жеңуді ойластырады. Наурызбай Айнагүл деген жерге шатырын тігеді. Ұрыс жекпе-жекпен басталады. Әуелі батырын қалмақтар шығарады да, қазақтар оған қарсы өз батырын шығарады. Бірінші күні Жамал Мұқыр деген батырын шығарады. Ол жеңіске жетеді. Ботбай Сәмен батырдың інісі Сәметті өлтіреді. Сәмет батыр Суан Бағай батырдың досы еді. Кейін Бағай жекпе-жекте Мұқырды өлтіріп, Сәметтің кегін алады. Ол жер осы күні Мұқыр деп аталады. Ол күнгі жекпе-жек сонымен бітеді. Екінші күні жекпе-жекке Жамалдың өзі шығады. Ол Наурызбайды айла жасап жеңбек болады. Бірақ оның айласын Наурызбай жүзеге асырмай қояды. Оның жұмсаған қаруын денесін тартпайды. Ебін тауып Наурызбай шоқпарын бірақ сілтейді. Соны көтере алмаған Шамал атынан құлайды. Қазақтар бұл жолда жеңіске жетеді. Қашқан жау Іленің оң жағалауымен еліне қарай шұбырады. Осыдан кейін қалмақтар ұзақ жыл бойы қайтадан бас көтермейді. Меніңше бұған қарап, Ақтабан шұбырынды собалаң аяқталды деуге болмайды. Өйткені жау басып алған Жетісудың біраз шығыс өңірі әлі жау қолында қалғанды. 1727 жылы Сеуан Рабдан өліп, оның орнына қонтайшы болған баласы Қалден Серен отырып, ол да 1745 жылы қайтыс болады. Ел ішіндегі тақталас пен алауыздық қалмақтардың қалың қол жинауына мұрсат бермейді. Ал қазақтар жау жеріне басып кірмейді, қашқан жауды қумайды. Ақтабан шұбырындының 6 жылы әбден шаршатқан қазақ бейбіт күнді сағынып та қалған болатын.